сегизинчи гимназияга өзүм таң калып отуруп, мындай студия типти өзүбүздүн Казмеянын өзүндө тапшы зеленка таппайбыз го. Бунун азыр заманауи дүйнөгө дамыган зеленка деп сүрөсүнө не бир фондар кое берүүгө болот. Биздин бир кателигибиз балдарына мамандык тандоодон кателешип жатат. Өйткөнү биз кейде бір бағыт бағдар бере алмай жатамыз. Кәсіптік пәндерді көбейту керек дейтін сондай, осындай бір үйірме, адам бір нәрсеге қызыққаны жақсы. Сондықтан біздің жастар үшін өте үлкен мүмкіндік деймін. Қазір журналистика болсын, медиа саласы, әрқайсымыздың қолымызда бір телефон. Бұны меңгеріп алып, жақсы контент ұсынып, тіпті жақсы табысқа да жетуге болады 18 жасында. Неге балалардың тілі орысша шығып жатыр? Өйткені контенттің бәрі орыс тілінде. Әсіресе біз қазақша контент дамыта алсаңыздар, мектеп жасында балаларға бір жақсы бір пайдасын тигізетін дүниелер жасаңыздар, сіздер ұрпақ үшін де жасаған жақсылықтарыңыз. Соны ұмытпаңыздар. Іске сәт балаларға батамды берем, жақсы дүниелер көреміз, бізге де жіберіп тұрыңыздар. Алтын ұял мектебім осы 8-ші гимназия қазіргі. Осы гимназияның әрбір жақсысына іштей қуанып отырамын. Осы гимназиядан түлеп ұшқан үлкен жетістікке жеткен азаматтармен қуанып отырамын. Мен сіздерге біріншіден бүгінгі мынау студияларыңыз құтты болсын деймін. Жаңадан ашылған бұл жаңа інім айтып жатыр, көп жерлерде жоқ. Енді осы істеріңізге Алла игілігін берсін, жақсы үлкен тұлғалар осы бөлмеден шыға берсін деймін. Рахмет көп. Рахмет.